Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Украинада Кахов су қоймасының бөгеті жарылған еді. Қоймадағы су деңгейі азайғаннан кейін су астынан адам бас сүйектері мен заттары табылды. Жергілікті бақ ақпараты бойынша Кахов су қоймасының түбінен табылған адамдардың бас сүйегі екінші дүниежүзілік соғыста қайтыс болған әскерилер. Әлеуметтік желіде тараған видеода бір бас сүйегі әскери дулығасымен бірге сақталған. 14 маусымда мәжіліс отырысында ұлттық қордан балаларға төлем жасау мәселесі бойынша депутат Унзила Шапақ баяндама жасады. Жоба бойынша келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап балаларға есепшот ашылып, әрқайсысына қаражат жинақталады. Ұлттық қор өкілінің айтуынша 2004 жылдан бастап 18 жыл жиналған қаражат сомасы шамамен 3500 ақш долларын құрайды. Депутаттың айтуынша жобаның мақсаты еліміздегі табиғи байлықтың есебінен ұрпақ болашағы үшін қаржы жинау. Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% балалардың арнаулы шоттарында жинақталады. 18 жасқа толғаннан кейін шоттағы қаражат 10 жыл бойы сақталынады. Көрсетілген кезеңде азамат тарапынан талап етілмеген жағдайда шоттағы қаражатты сол адамның зейнетақы шотына аудару ұсынылып отыр. Түркістандық полицейлер облыстық трассалардың бірінде жол қозғалысы ережесін бірнеше рет бұзған армян нөмірлі Honda автокөлігін анықтады. Тексеру барысында жеке тасымалдаумен айналысатын 40 жастағы жүргізуші Түркістан, Қызылорда облысы мен Шымкент қаласының жолында 73 рет жол қозғалысы ережесін бұзған. Әкімшілік айыппұлдардың жалпы сомасы 1,2 миллион теңгеден асқандықтан полицейлер құқық бұзушының көлігін айып тұраққа жеткізген. Түркістан облысы полиция департаментінен бізге нұсқама келіп түсті. Даниял Ахметов Шығыс Қазақстан облысының әкімі қызметінен босатылды. Тиісті жарлық жұма күні таңертең Ақорда сайтында жарияланды. 15 маусымда Шығыс Қазақстан облысы әкімі қызметін 2014 жылғы қарашадан бері атқарған Даниял Ахметовтың өкілеті аяқталған. Дәл осы күні ол 69 жасқа толған. Ал оның орнына президент жарлығымен Ермек Көшербаев келді. Ол Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды. Астанада 16 және 18 маусым күндері дзюдодан әлемдік Қазақстан барысы Гранд Слам жарысы өтеді. Әлемнің кіл мықтылары жиналатын дода елордадағы Барыс арена спорт сарайында өткізілмек. Халықаралық дзюдо федерациясының күнтізбесіне Қазақстан барысы Гранд Слам атауымен енген бұл жарысқа барлығы 43 елден 344 спортшы қатысады. Қатысушылардың қатарында олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері бар. Айта кету керек, 3 күнге созылатын байрақты бәсекеге кіру тегін. Ақпараттар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.